Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлбану. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын тауық етінен котлет жасайтын боламыз. Міндетті түрде менің видеомның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен нанымызды алып, бірнеше бөлікке бөліп алатын боламыз. Және үстінен жылы сүтімізді құйып, жібітіп аламыз. Таза ыдысымызға тауықтың төсін алып, блендерден өткізіп алдым. Және ұсақтап тұрған пиязымызды салып, тұз және қара бұрышымыз керек болады. Және сарымсақ салдым, 2 дана. 1 дана жұмыртқамызды шағып, үстінен қолымызбен барлығын араластырып аламыз. Және дайын болған жаңағы нанымызды блендерден өткізіп алдым ұсақтап. Енді барлығын біріктіретін боламыз. Барлық мөлшерін видеоның астында описаниеға қалдырамын. Дайын болған етімізді қолымызға кішкене майлап алсақ та болады, егер қолымызға жабысып жатса. Мен ұзынша етіп алдым. Панированный сухаримізге, яғни ұсақталған нанымызға барлық жерін тигізіп алатын боламыз. Барлық етімізді дәл осылай жасайтын боламыз. Осылай дайындап аламыз. Міне барлығын осылай істеп аламыз. Сонда беті қызарып, өте дәмді, әдемі болып шығады. Міне барлығын жасап алдық. Енді қуыратын боламыз. Табамызды қойып, үстінен майымызды құямыз. Және кішкене қызған уақытта барлық котлетімізді салып аламыз. Астын қатты етпейміз, кішкене баяу етіп пісіретін боламыз. Міне барлығын осылай салып аламыз. Қызарған соң екінші бетіне аударатын боламыз. Осылай қуырып болған соң ыдысыңызға салып булаудың қажеті жоқ. Тауық еті тез пісетін болғандықтан дәл осылай қуырып ұсына беруіңізге болады. Міне екінші бетін аударып алатын боламыз. Осылай қызартып алатын боламыз екі бетінде. Достар, менің арнама шығатын жаңа рецепті жіберіп болмас үшін тіркеліп қоңырау шаны басып қойды ұмытпаңыздар. Қуырып алған котлеттерімізді тарелкемізге сүзіп алатын боламыз. Міне осылай барлығын алып, және екінші қайтара екінші котлеттерімізді салып қуырып алатын боламыз. Достар, міне біздің дәмді котлеттеріміз дайын болды. Мен қасына гарнирге пюре ұсындым. Сіздер кез келген күрішпен де жасасаңыздар болады. Міне бізде арасы деген сочный болып шықты. Назарларыңызға рахмет. Менің видеом ұнаса, тіркеліп қоңырау шаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.